Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте тойымды, дәмді ет пен картоп қосылған бәліш жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, тұз, шекер барлығын осылай араластырып, үстіне ерітілген сары майымызды салып, сүтімізді құйып, және де ұнымызды және қопсытқышымызды електен өткізіп, қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымыз осылай жұмсақ болып шығу тиіс. Ендеше начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, картоп және тартылған ет қажет. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей майдалап турап аламыз. Тұз бұрышын салып араластырамыз. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Ендеше осындай пергамент қағазын алып, қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Үлкен және кішкентай. Кішкентай бөлігін бетіне жабатын боламыз. Ал үлкен бөлігін осылай пергамент қағазының үстіне қойып жайып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Шамамен 8 дециметр қалыңдықта жайып алдық. Ендеше үстіне начинкамызды салып, бетін жауып, 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минут уақытқа қойып пісіріп аламыз. Шеттері ашылып кетпес үшін қолымызбен осылай жақсылап басып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Беті әдемі сап-сары болып жылтырап пісу үшін. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сізге менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбаян.